Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, нәзік, жұп-жұмсақ ірімшіктен булочка әзірлейтін боламыз. Бұл булочканы ватрушки деп те атайды. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Осында керемет дәмді рецепттерін жіберіп алмашын арнама тіркеліп, қоңыраушаны бас қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз апара дайындаймыз. Жылы сүтімізге ыстық суымызды, ашытқы, қантымызды барлығын салып, араластырып, бетін 10-15 минутқа жауып қоямыз. Масса көтерілу керек. Бөлек ыдысымызға жылы айранымыздың үстіне сары май, сары уыз, шекер, тұз және дайын болған апарамызды үстіне салып, біріккенше жақсылап араластыратын боламыз. Толық рецепттерін, грамдарын видеоның астына описанияға жазып қоямын. Ұнымыздың барлығын бірден қоспаймыз, себебі әркімде ұн әртүрлі. Дайын болған сұйық массамыздың үстіне ұнымызды аз-аздан салып қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырымызды 2-3 есе көтерілгенше жылы жерге бетін жауып қоямыз. Енді начинка дайындаймыз. Ірімшігіміздің үстіне қант, манный крупа салып, жақсылап миксерлеп, я болмаса вилкамен жақсылап езіп, 15-20 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз 2-3 есе үлкейді. Енді осы қамырымызды мен тараздың көмегімен есептедім, 60 грамдай етіп, что ватрушки булочкаларымыз бірде болып шығу үшін. Противенге пергамент қағазын төсеп, булочкаларымызды арасын алыстатып қоямыз. 10 минутқа бетін жауып қоятын боламыз. Енді стаканның көмегімен 10 минут өткеннен кейін булочкаларымыздың бетін стаканның көмегімен ойып шығатын боламыз. Стаканны міндетті түрде ұнға салып булочкаға батырасыздар. 2 жұмыртқаның сары уызына сәл сүт құйып, жақсылап араластырып, булочкамыз бір келкетіп жағып шығамыз. Енді булочкамыздың ортасына начинкамыз саламыз. Қолымызды сулап, творогымызды басып шығамыз. Енді булочкаларымыздың үстіне штрейзель дайындаймыз. Ұнымыздың үстіне салқын сары майымызды салып, пышақтың көмегімен майдалап кесіп, крошка жасаймыз. Дайын болған штрейзеліміздің үстіне қантымыз салып, жақсылап араластырамыз. Енді булочкамыздың үстіне менде замороженная малина, қойсаңыздар да болады, қоймасаңыздар да болады. Осылай үстін әсемдеп қойдым. Булочкамыздың үстіне дайын болған штрейзелімізді үстіне сеуіп шығатын боламыз.
Алдын ала духовкамызды 180 градусқа қойып 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің жұп-жұмсақ дәмді булочкаларымыз дайын болды. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Алдыңғы уақытта түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, арнама тіркеліп кетіңіз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд ас болсын.